құдай қаласа клип шығарамын. Мен өмірге деген талпынысым мен ешкім сындыра алмайды. Мынау қалай біледі мына Нежный патша 13 шешен әкім баласы болып президенттің баласы болсын. Нежный патша 13. Сен не жуасың? Кімді боқтап аттың? Сонда получается сол ана хейтерлардың жаман пікірлерінен сонда сөйтіп ашуланып сөйтіп заланып. Ер мәселе Жаңағы тікелей эфирдегі шаш битіп қалған, жынданып отырған, ашуланып қып-қызыл бозарып отырған адам кәдімгі нормальный, спокойно жүреді. Жоқ, нормальный ол. Өлеңді де жақсы айта алады. Қайтпа астын деп боқтайсың. Мен сені жақсы көрдім. Көтіңкі сен! Елма тебе! Сәлем достар, сіздермен бірге ағайын арнасы, менің есімім Әділ. Ал мен есімім Али. Бүгінгі видеомыз біздің қазақ блогері, инстаблогері, әнші, түрлі мемдер мен жыртылған футболкалардың авторы ол Мұрат Әбділдамызға арналған болады. Негізі инстаграмда сондай прямой эфирларды өткізетінін мен көргем. Прямой эфирларын емес, ал жай былай вырезкаларын. И жақында Әділ екеуміз бір подборкаға неттік те, ойладық осындай реакция қылайық деп. Я тек қана позитивті қабылдаңыз, біз ешқандай бұл өсек емес, кейбірлер айтқан сияқты ол жай ғана біздің ойымыз және реакциямыз. Біздің айтатынымыз ол ютубтағы бұрыннан келе жатқан жанр, реакция деген біліп қойыңыз. Менің ойымша бұл адам тіпті біздің видеомызды көрсе, ода агрессия болмайтын шығар деп ойлаймыз. Төрт этажды боқтықпен нетмесе болды енді. Олармен салыстырмамен қанша арақ ішеймін. Егер мас болып баратқан қыз ғой, мас. Қазір әзірше эфирда мас болып отыр ма? Бұл адамның барлық тікелей эфирлері осылай басталады. Қара керей қабанбай, қанжығалы бөгенбай дейді. Және аяқталған кезде осылай бітеді. Өтірікшіңдер! Міне достар, сондықтан білмеймін, кейбір кезде мүмкін ішіп алатын да шығар бұл адам. Бірақ көбінесе адамдардың оны ызаға шығарғандықтан осылай кетеді. Бұлан менде. Бірақ ақшамды бір ешкім көрмейтін жерге барып отырып қалым болды. Үйтіп мал болып прямо көшеде публика адамдар өтетін жерде мен ешқашан өзімді қорғылмаймын. Өзімді мен салсырма! Түсінбе? Мен ондай Ол қазір айғайлап жатқан ана нені чаттағы жазған адамға айғайлап жатыр, иә? Негізі адамдардың көбі айтуы мүмкін, біріншіден мынау не адам өзі, типа прямой эфирде отырып айқайлап нетіп отқан. Бірақ дегенмен сондай агрессияға, провокация қылатын адамдардың өзі сондай тоже оңбайды ғой негізі. Әртүрлі пікіршілер болады, әртүрлі комментаторлар болады, сені сондай провокацияға шығаратындай. Ондайларға просто мән бермеу керек. Адамдардың өтетін жерінде ешқашан мен де адаммын, мен де бойымда ұстайды ол. Бірақ мен бір жерге барып, ешкім көрмейтін бір көшелерге, бір көшенің ешкім көрмейтін жерге барам да, бүйтіп отырам болды. Ешкім адам өтпейтін көшеге барып, талдың қуысына барып, ешкім көрмейтінді өже тауып аламын ғой, бүйтіп барып. Мұрат Әбділда шын айтып отыр, ол кейбір кезде өте жиі жағдайда тығылып отырады екен. Себебі қазіргі біз сияқты блогерларда мысалы жай ғана қарапайым хейтерлер болады. Бұл адамда ол гипербуллингті уже кәдімгі. Оның кәдімгі хейт емес, уже кәдімгі буллинг. Оның адресін сливать етеді. Оның үйінде барыңдар деп, анандай. Оның көремендері бұл адамнан әлде қайда. Егер бұл адамда просто поведениесі сондай болса, аналарда уже намеренно өздері сана сезімі сондайға жетеді. Ананы көріп отырған кезде кейбір жазған өзіне обидно болып кетеді, сондықтан мен түсінемін. Мас болып баттыны, барымда адам көрмейтін жерге барып тығылып отырамын. Ешкім ол көшеден адам өтпейтін жерге барамын да. Жоқ, сіз мүмкін ойлап қалатын шығарсыз, біз қазір оны жақта отырмыз деп. Әрине ол әрине прямой эфирда, тем более видеода боқтауға болмайды. Біз өзіміз уже мүмкін кейбірлер ойлап қалатын шығар, школьниктарымызды 15-16 жастағы. Мысалы мен 29-дамын, Әділ 27-те. Біз все равно бізде самоцензура бар. Негізі боқтамаймыз, айқайламаймыз, сондайға кішкене тырысамыз өзімізді дұрыс нетуге. Сол себептен ойлап қалмаңыз, біз бұл адамды жақта отырмыз деп. Өйткені әрине ондай поведение видеода дұрыс емес. Бірақ дегенмен комментаторлар оңбайды. Отырам біз былай екі аяғым жинап отырам болды.
қысамын сол жерде, тышам, өзім жинап. Мен ешқашан көшенің публика адамдар өтетін тура трасстың жолдың бойында деп шымал үймелеп, сен мені оған салыстырма. Бал, мен Мұрат Абділдамын. Өзіме салыстырма. Мен әншімін. Мен композитор. Негізінде бұл адам шын әнші. Интернетте оның өлеңдерін қарасаңдар болады. ВКонтактеде бар, оның өлеңдері жақсы өлеңдер. Жақсы. Салыстырмалы түрде жақсы. Бірақ неге осылай тікелей эфирге шығып, бір жағынан бұл адам өзі де комментаторларды оны булить етуге шақырады. Өзі сондай, мен анандай аналарда провокация, агрессияға болады, а бұл кісіде провокация өзі сондай, өзі бір мынандай подсознательный уровеньде өзі провоцировать етіп тұрады да, сонда маған жазылдар, өзі мүмкін даже сол жайлы білмейтін шығар. Бір қызығы ол кейбір кезде бұл адам кәдімгідей өзінің хейтерларымен телефонды алып, звондап сөйлесіп, әрқайсысына ответ беріп, кейбір кезде ерінбей кездесетін кездері де болады екен бұл адам. Сондықтан Құдай қаласа клип шығарамын. Мен өмірге деген талпынысым мен ешкім сындыра алмаймын. Ешкіммен жеңе алмаймын. Зияным жоқ. Мен ешқандай араққа жеңе алмаймын. Өйткені мен Мұрат Абділдамын. Өз басын үйінде бұл адамның заттары, басына ұрмаған заттар қалған жоқ бұл адамда. Не oldu? караоке микрофон. Негізі бұл всегда бұл адам тікелей эфирге караокемен өлең айтуға өзінің өнерін көрсетуге шығады. Ол сол үшін прямой эфирге шығады. Өлең айту үшін прямой эфирге шығады. Енді ұқтым. И прямой эфир, да, онда он провокация мына кісіден емес. Онда провокация кімдерден? Комментаторлардан. Бля, ермат емеді мені. Ешқашан мені ешкім жеңе алмайды. Керек болса мен ешқашан жеңілмеймін нахуй. Мен эгоистпін. Өмірдегі бас тапқаным осы. Елі жетті арманыма қолым, ешкім мені сындыра алмайды. Батса басамайды, арамды тастамайды мені. Демес айбал. Ерма тебе Әбден уже засын алған кезде уже просто прямой эфирді өшіріп тастамаймын ма? Просто өшіріп тастап, басынан кірмеймін. Бұл бір жағынан мына кісі өзі үйреніп кетті сондайға. И ана подписчиктері де сондай буллингқа уже әбден үйреніп кеткенде, и уже кәдімгі өлең тыңдау үшін келмейді де, ананы чисто троллить етуге келеді. Қазір мүмкін кейбір подписчиктер мені жаман түсініп қалатын шығар, бірақ та бұл адамның видео нарезкалары ол кәдімгі мем адамгершілік немесе басқандай жақтардан қабыл алмасаң, кәдімгі мем әлемінде қабыл алсаң, бұл кәдімгі мемдарға идеально келетін нарезкалар ғой, білесің бе? Сол үшін тез таралып кетті ғой. Тоқпақтап өлтіремін, тоқпақтап қолмен ұрып, мал қылып, шығарамын мен сен. Бір адам есімде отыр, бұл тікелей эфирдегі бір адамға қатысы жоқ. Миымда бір өзінің танитын бір адам бар. Тоқпақтап өлтіремін мен сен. Түрмеге шығып кетсем де мен сені жек көремен сен зайба. Әптен қаны ішіп біттің сен. Ол еркек ол. Бір еркек бала ол. Әптен менің көңіліме қалған ол. Әптен досым болып, осы уақытқа сыйлаған мен оны. Өлтіремін мен оны бір күні. Көтін айырам. Әптен балдарға сен. Так, менің ойымша біз қазір кішкене басқасына кетейік, өйткені қазір бұл угрозалардан YouTube бұл видеоны жауып тастауы мүмкін. Негізі жалпы былай айтатын болсақ, менің ойымша мына жерде как минимум невроз бар адамда. Невротическое расстройство дейді оны. Бұл жалпы былай, мен негізі өзім психолог емеспін. Бір минутта психолог емеспін. Бірақ менің ойымша просто сондай бір несі бар. Ондай невроз әр адамдарда болуы мүмкін. Ол обязательно ауру адам емес. Ойлап қалмаңдар. Кейбірлер осы ойлайды. Енді психологты психиатр деп ойлайды. Ана нені невроз дегенде сразу шизофрения деп ойлайды. Жоқ, олай емес. Ол невроз негізі гастрит сияқты әр келген екінің бірінде бар ғой. Иә. Мынау қалай біледі мына қолым. Өлтіреме сен, мать.
халық мені көріп По-любому мынаны және нарезкада адамдар көрген шығар және Жоқ, тиктокта оны жиі по-любой көргендер біледі тоже бұл кісіні. Менің ойымша невроз болмаса бұл таза провокация бар ғой. Өзі жағынан таза провокация бар ғой. даже до того бір кезде Дикий Арманды білесің ба? Иә. Дикий Арман бұл адам тікелей эфиріне кірген. Офигеть. көрермендер мені кінәлайды. Калькулятормен отырасың ба? Калькулятормен отырасың ба? Мен отырасың ба? Мен мазақ етеді. Болмайды ол да отыра алмаймын. Жүрегім қысылады мен сен. Сөйлей бастасаң қатып болады. Деп қаласың. Қойсаңшы. Мен сындырамын мен экранымнан. Телефонның не кінәсі бар ғой? Білесің, телефонның не кінәсі бар? Прямой эфир тартпайтынына кімнен... Енді де ауыстырыпса онда телефонды, ё-моё. Бұл адам негізі қай жерде тікелей эфирде отыратынын білмеймін, өз бөлмесінде ме, бірақ та всегда бучоктарды анда-мында лақтырады, мында түкіре салады, білмеймін. Или сондай образ ба сонда болады ғой, Образ сондай Ресейде көп болады ғой сондай фриктардың образдары адамдар. Негізі шын өмірінде ондай емес, бірақ нені камераны қосқан кезде сондай болып қалады. Мен бұл адамның сұхбатын көргем, кәдімгі обыкновенный адам. Мұндай агрессиясы Скорее всего, образ, да? Менің ойымша образ болуы мүмкін. Кәдімгідей прямой эфирде адамдар көп қой, ана нені лайктар дұрррррр деп кетіп жатыр ғой. 2 жыл бұрын кредит төлеп тағам мынау. Samsung G4 Көтіңкі сен! Нені бар тебе? Араласпа мен өмірмен. Бұл адамның боқтаған, ызаланған нарезкалары өте көп, бірақ дәл осы видео... Бірақ мүмкін, может быть, біз тек қана заланған видеоларын көрген шығармыз. Мүмкін, может быть, спокойный видеоларын Дәл көрсек. қазір міне сол Спокойный видеосы, иә бұл? Спокойный емес, боқтайды бұл жерде, бірақ неге боқтайды, не үшін ондай образ қалыптасқан өзі айтады қазір. Өзі айтады, иә? Өнер адамын ешкім түсінбейді, мені жынды дейді, сәл біртүрлі ғой. Қытайда оқыдым, қаншама бүгін емес, жалпы Құдаяққа күнде оқып жүрдім ғой. Әр видеомның астында, әр суретінің астында, әр эфирдің астында оқимын. Маған жүрегіме батпайды деп ойлайсың ба? Мен әр үйде болып қандай нәрсені білуге тұрсам, барлығы мен үшін азап, білесің ба? Маған сонда получается сол ана хейтерлардың буллингінен жазған жаман пікірлерінен сонда сөйтіп ашуланып, сөйтіп заланып, біздің әлеуметтік желілермен, заманауи біздің аудиториямен жұмыс істеген кезде сен бастамай тұрып дайын болу керексің де, сондай жаман хейтқа, адамдардың жаман пікірлеріне иә кейде біз басында уже бізде қанша 4 жыл уже пазл түсіріп келе жатырмыз, уже 5-ші жыл кетті. Кейде адамдар, аудитория, көрермендер көңілге тиетін сөздер жазады. Шын мәнінде. Былай не то что просто тиетін, былай кәдімгідей ішінен бір ішіне инедей кіріп кететін сөздер жазады да. Бірақ ол тек басында сондай реакция болсын. Саған ол сөздер саған жаман тиеді тек басында. Кейін 2 жыл өткеннен кейін 3 жыл, 4 жыл, не енді 5-ші жыл келе жатыр. Жазсаң жаза бер. Не жазсаң оны жаза бер. Ол сенің ойың. Қатайып кетесің ғой. Ол сенің пікірің, сен дайын болу керексің ғой сондай неге. Әркімнің адамына, әркімнің сондай агрессиясына нете берсең, мән бере берсең, шын мәнінде де жынды болып кетесің ғой. кейдеше қаншама адам бір өзіме жабылып, боқтап адам, менің үйімді сатып, үйім осын жоқ, қойшы, боқтағанда қойшы, оған да кешірем, оған да қарамаймын. Үйімді сат, үйімді айтады, адресімді айтады, номерімді жазады. Қаншама адам номерімді тікелей бірге жазады. Негізі осындай мен түсінемін, интернетте гипербуллингпен қатар анандай адрестардың дианоны болады, когда сен бүкіл адресін сливать етіп тастайды да, блогерлардың немесе осындай адамдардың, и адамдар соған барып прикол ұстайды. Дәл қазіргі кезде заң бар ғой. Мысалы, сен үйіне частный территорияны кірсе, тура сол боқтап тұрған жеріне ұстап алды, нені 102-ні шақырып, мысалы, нені заявление мысалы жазып, мен нетіп тұрған жоқпын, мен заявщик болыңдар деп айтып тұрған жоқпын, бірақ жалпы да айтты, заң бойынша сөйтіп айтсам, істесем қазір, бір адамға сөйтсек, кейінгілер уже сөйтпейтін болады, соны видеоға түсірді, егер постоянно сондай дата болады, мына кісідегідей ситуацияда болып жатса, айтып тұрды, маған итпеңдер, маған сөйтпеңдер, боқтамадыр деп, өйтіп сен адамдарға интернетте бір секрет бар негізі. Сен істемейді, сен олар назло істейді. Вызовқа шақырасың. Сен өзің соны шақырасың, істемей деген кезде өзің шақырасың, істеңдер деп шақырасың. Просто оны мән бермеу керек та. Анық жазады ғой номерімді, кейде байқап қаламын да, скриптіға тығып үлгерем ғой. Ол қаншама адам үлгереді да, көріп та оны комментарияны.
қаншама адам звондап қарымды ішеді, өсек тасып өсек іздеп отырады, құлақтарын түріп, мына үйде түсіп отыр ма, сүйіп отыр ма, бүйтіп отыр. Сені үйге түсіп жатыр ма, сен қатынына с**тың ба, немесе сенің шеше бір қыздар жіберсең майын татып алдың ба, тыныш отырсаң көтіңді қысып отырсаң нең келеді сен, а? Нең келеді сен, күйіп кетемін, зайып. Мынада шағылмай кетті ғой, шеше. Мына бізде шағылмай кетті. Резкое переключение было на эмоциональный чувак. Бүйтіп шағылмай жатыр да, кәдімгі құрт. Пікірлерді оқыдың ба? Иә, пікірлерді оқып жаңа адамдар өздері боқтап жатыр да специально. Қаршы, мысалы, адам иә тынышталып қалды дәл қазір, иә? Ол көріп тұр, бәрін байқап тұр. Ары қарай боқтап жатыр, ақырып жазып жатыр. Өзі сол белгілі бір пікір, триггерді тауып алады. Жатыр өтші. Міне болды. Все, болды, басталды. Ақ патша дейді. Ақ нежный патша 13 шешен әкім баласы болып президенттің баласы болсын. Ақ нежный патша 13. Сен не ақ жуасың? Кімді боқтап аттың? Кімді боқтап жатырсың? Мал деп кет бір жаққан бәлені өзіңе тартып алдың. Қарш боқтаған кезде зрительдердің несі саны сразу көбейе бастайды. Мысалы, жаңа сол адамның несін айтты ғой, логинін айтты ғой, олар алады да, соны давайте етеді осындай жағдайда. Ол атын айтады, сен, мысалы, Ақ нежный патша деп. Сен осындай дейді, ана адамдар алады, сол нарезканы қиып алады, скринмен, өзінің инстаграмына қылады, себебі бұл адамның өзін сәлем жолдайды, туған күнмен құттықтайтын нелері бар. Әрқайсысы біреу 20 мың теңге ме, 10 мың теңге ме тұрады. Ал олар осылай бесплатно алып алады бұл адамды. Түсініп отырсың ба? Нифига себе. Тұрады, нифига себе. Сонда, получается, елдер сәлем жолдауды сата ма? Сатады, қарағатым бар қазіргі таңда, иә. Тұратыр. Мысалы, мына жақта, иә, мына жақта елдің бүкіл инстаграмерлер, мына жақта нені гиф, әртүрлі конкурстар жасап атады, әншілер мына жерде лотерея жасап атады. Осындай инстаграмерлер мына жерде даже өзін сәлем айтуын сатып атады. Біз деген отырмыз дейсің. Неге біз тұрмыз? Сәлем айту. Короче, достар, бүгіннен бастап сәлем сатамыз. Мен бар ғой, енді мен ұқтым не себепті осы елдер ойлайды, блогерлер миллиондап табады деп, өйткені қараш, мысалы, сен немен айналыспайсың. Не интернетпен, не инстаграм, не ютубпен деп ойлайсың. Санайсың, елдер гив өткізеді, конкурс жасайды, реклама жасайды, монетизация табады, еще и даже сәлемін сатады деп, сообщенияларын сатады деп ойлайсың. Конечно, ойлайсың нені сондай. Мен мысалы бір жерде естіп тұрмын сондай. Бұл Мұрат Абділда өзі айтқан, бір күнде ең көп ақша көп тапқаны ол чисто сәлемдерден 75 мың теңге тапты. Нормально. Чисто сәлемдерден. Бірақ оның айтуынша бұның барлығы сразу кетіп қалады, үй шаруасына, анау. Жоқ, ол жарайды, ол нені. Қалай? Мен біреудің қалтасын саламайын, просто маған өзі сам факт. Адамның осындай сәлем сатуға просто Руки базуки бар. Мен естігем. Өзінің сәлемдерін сатады. Мал десейші. Қайтпан астын деп боқтайсың. Мен сені жақсы көрдім. Жеңіс қошы бешені. Жоқ, шын қазір бұл адамға... Ренжімеңіз, просто күлкілді. Бұл адамға шын жүректен анандай өзім респектімді айтамын. Неге десеңіз, мысалы, осындай интернет кейіпкерлер болады, мысалға Сайлаубек деген болды, олар бір пайда болып тұрғай жоқ болып кетті ғой. Бұл кісі бесконечный болады ол. Мен сені жақсы көрдім. Қан жауап бердім, болды, мал. Оның өлеңдері шынымен де жақсы. Шын айтады. бар ма? Қош. Сен менің қиялымды ару емессің. Өзі. Осы кісінің дауысы. Кәдімгі профессиональный студияларға шақырады бұл адамды. Ол өзінің ақшасына барып, студияда жазып алады өнерді. Жо, дауысы әдемі ғой негізі.
жаңағы тікелей эфирдегі шаш битіп қалған, жынданып отырған, ашуланып қып-қызыл бозарып отырған адам кәдімгі нормальный, спокойный жұмыс. Жоқ, нормальный ғой. Өлеңді де жақсы айта алады. Қош. Буллинг ретінде күліп отырмыз, бұл адамға сондай реакция істеп отырмыз деп 1 минутқа да қабыл алмамыз. Бізде сол пікіршілерге қосылып, типа сол адамға мазақ қылып отырмыз деп ойлап қалмаңыз, просто біз өзіміз пікірімізді айтып отырмыз да. Өйткені өзімізде дәл солай болады, мысалы. Кейде мысалы номер тарап кеткен кезде, балалардың жаман сообщениялар келе жатқан кезде біз оларды игнорить етуге тырысамыз. Тікелей эфирде боқтағандар болады, ол өтірік емес, жасырын емес, бәрінде болады. Бізде емес, ол барлығында болады. Барлық адамдарда. Мен инстаграмер дейсің бе, ютубер дейсің бе, барлығында ондай болады. Жылап оққан жоқпын, қасында отыршымын, хотя Құдай үшін. Ол кішкене сен өзің жаныма жақын адам көріп отырмын. Андай өмірде деген кішкене не мақсатты. Сен де кірмей кетесің ба? Не болса деймін. Или бұл кісіде просто дефицит внимания ма? Ондай да болуы мүмкін. Мәз бұл. Кішкене өтір ойлап қайым да. Жаным жыламашы, жаным күлем ғой. Тиісіп отырсың. Жақсы. Так сізге внимание жетпейді просто. Көрді ғой, қызымен сөйлесіп қалып, мәз болып қалды ғой, күліп және боқтап отырған адам. Айтса мен шеше, сөйлем. Микрофонға айтып жатыр. Сен менің қолымсың сағым. Сен заттарыңды әр қазақ, әр қағаз алғанына қуан, сен мал. Сен әр затыңды экономиканы көтерген біз шығар. Бейшара, мал. Микрофонға емес, Қытайға айтып отырмын. Китайский микрофонға айтып жатыр. Қазақтың ойынын қойып той болып бейшара. Қазақтың ойынын жасап қойып той. Қарашы Қытайдың айуан екенін қарашы. Қазақтың ойы ғой. Қытайда осында ойы бар ма не? Қазақта осында ойы бар ма не? Қазақтың ойы ол. Қарашы ертең қырғызға басқа ойы қояды да. Қырғыздың ойы біздің қазақтың ойына ұқсамайды ғой. Малды, арамылды. Негізі микрофон Қытайдыңғы негізі. Бұл қазақта шығарған жоқ бұл микрофоны. Қырғызда шығарған жоқ. Өзбекте шығарған жоқ бұл микрофонды. Қытай шығарған. Қарашы қазақтың ойын қойып қойған айуандардың иша мал. Мына жерде қазір кішкене біз айналдырып жеттік. Короче, ол бір триггерлардың бірі бар. Гаухар деген бір қыз бар. Соның атын естісе болды, ода кәдімгідей агрессия басталады. Қазір көрермендердің біреу соны еске сала жерді ол. Сен маған бүйтіп настанып қарадың. Мен шешем өстіп, үлкейдім мен. Мен чиновсырым. Мен сен байынан әлі осып кетемін. Гаухар, көтің ашиды да отырады сен. Мен әлі бүкіл телевизиядан көрдім. Бүкіл телевидение әлемін, радио әлемін жаулап аламын. Не шешем маған тиіп ал. Тиіп ал маған. Бүгін енді осылай видеомызды аяқтайық. Осындай. Бұл адамның нарезкалары интернетте өте көп, оның барлығын біз тіпті қазір 1 сағат көріп отырмыз. Сіздерге мүмкін сәл қысқа болу керек, бірақ біз оны уже 1 сағаттан артық өзіміздің нервымыз кішкене шаршап кетті. Иә, сізді пікірдің артында ешкім көріп отырған жоқ, бірақ дегенмен кішкене мейірімді болайық. Бүгінгі негізгі ойымыз осындай. Барлығымыз осындай мейірімді атмосферада өмір сүрейік. Ешкімге хейт, буллинг, ешкімге мынандай бір жамандық істемесін. Жамандық, боғауыз сөздер сөйлемей-ақ қойсын. Бұл кейіпкер Мұрат Әбділда көптеген эмоция тудырады. Егер сізде де дәл солай болатын болса, оны төменде пікір алаңда немесе лайк, дизлайк кнопкасы арқылы белгілеп кетіңіздер. Бүгінге осы, сіздермен болған мен Әділ, Али, ағайын арнасы. Тіркелмеген болсаңыздар видеоның астына қызыл батырмаға басыңыз. әдемі пікірлер жазуға ұмытпаңыз. Бүгінге осы. Айтпақшы, инстаграмымызға да тіркеліңіз, сипаттамада сілтемесі тұр. Ең соңында айттың ғой.